Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін біз Қазақстан тарихындағы маңызды әрі қызықты тақырыптардың бірі Түргеш қағанаты туралы сөз қозғайтын боламыз. Түргеш қағанаты жалпы 7-8 ғасырларда Жетісу өңірінде құрылған мемлекет болып табылады. Бұл кезең Орта Азияда түрлі мемлекеттер арасында саяси әрі күшейген уақыт болды. Осылай күрделі жағдайда түргештер өз мемлекетін құрып, тәуелсіздік сақтап қалуға тырысты. Бүгінгі сабақ барысында біз Түргеш қағанатының құрылу тарихын, оның ішкі саяси жағдайын, сыртқы жаулармен күресін және не себепті әлсіреген қарастыратын боламыз. Сабақ соңында сіздер бұл мемлекет туралы толық түсінік қалыптастырып, оның тарихи орнын бағалай алатын боласыздар. Ал енді кезекті видеороликке көңіл бөлсек. Түргештер туралы не білесің? Бұл мемлекет қалай құрылды? Түргештер қандай қауіптермен күресті? Сұлу қаған жайлы не айта аласың? Түргеш қағанатының тарихы қалай аяқталды? Осы сұрақтарға жауап берейік. Түргештер туралы не білесің? Бұл мемлекет қалай құрылды? Тәуелсіздігінен айырылғанымен, түркі тайпалары Тан империясына қарсы үздіксіз көтеріліске шықты. Олардың ішінде тек Түргеш тайпасы 8 ғасырдың басында өз мақсатына жетті. 704 жылы Түргеш тайпасы Үшлік Көсемнің басшылығымен қытайларды жеңіп, Жетісуда өз мемлекетін құрды. Қағанаттың негізгі жер аумағы Жетісу өңірі, яғни Орта Азияның оңтүстік шығысындағы Шаш қаласынан шығыс Түркістандағы Бесбалық, Тұрфанға дейінгі аумақты қамтыды. Бас ордасы Суяб қаласы болса, жазғы ордасы Күнгүтте болды. Бұл қаланың орны Іле өзенінің бойынан табылған. Қағанаттың негізін Түргеш тайпасы құраған. Олар сары түргештер және қара түргештер болып бөлінген. Түргештер туралы алғашқы деректер 6 ғасырдан белгілі. Олар туралы деректерді Қытай жылнамалары мен күлтегін жазбаларынан кездестіруге болады. Түргештерге кімдер қауіп төндірді? Түргеш қағанаты 20 саяси әкімшілік аймаққа бөлінді. Олардың барлығы қағанға бағынышты болды. Үшлік қағанатта 2 жылдай билік құрып, 706 жылы қайтыс болды. Осы жылы арабтар Хорасан өңірін жаулап алып, Мәуренахр жеріне әскери жорықтарын бастайды. Арабтардың атақты қолбасшысы Кутайба ибн Мүсілім 8 ғасырда Орта Азияға басып кірді. 711 жылға дейін билік құрған Сақалдың кезінде Түргеш қағанатының ішкі және сыртқы жағдайы өте күрделі болды. Билік үшін сары түргештер мен қара түргештер арасында талас тартыс жиілей түсті. Ал сырттан шығыс түрік қағанаты, арабтар және Тан империясы қауіп төндірді. Шығыс түрік қағанатының билеушісі Қапаған 711 жылы Түргеш әскерін жеңіп, қағанатты өзіне бағындырды. Сұлу қаған жайлы не айта аласың? Сұлу қаған 715-738 жылдар аралығында Түргеш қағанатын басқарды. Біраз жылдар бойы ішкі және сыртқы талас тартыстардан тұралаған Түргеш қағанаты Сұлу қағанның тұсында қайтадан күшейеді. Яғни, билік қара түргештердің қолына өтеді. Қаған ордасы Тараз қаласына көшіріледі. Сұлу қаған шығыс түрік қағанатымен қалыптасқан жағдайды туыстық жолмен шешіп, Тан империясымен де бейбіт келісімге келеді. Осылайша бар күшін арабтарға қарсы жұмылдырады. 723 жылы түргештер алғаш рет Ферғанадағы қарлықтармен және Шаш халқымен біріге отырып, арабтарды жеңеді. Осы соғыста батылдығы мен ержүректілігін танытқан Сұлуға арабтар Сүзеген деген ат береді. 736 жылы түргештер қарлықтармен біріге отырып, Тоқарстанға дейін жетіп, арабтарды екінші рет жеңеді. Түргеш қағанатының тарихы қалай аяқталды? 738 жылы Сұлу қаған қол астындағы Бағат Арханның қолынан қаза табады. Қайтадан басталған ішкі талас тартысты Қытай империясы шебер пайдаланып, 748 жылы Суябты қиратып, Шашты басып алады. Алайда 751 жылы Атлақ шайқасында арабтар мен қарлық түргештердің біріккен одағы Қытай әскерін жеңеді. Бұл жеңіс Орта Азия жеріндегі Қытай империясының билігін бір жолата жояды. Әлсіреген түргеш мемлекеті қарлықтардың қысымынан 756 жылы күйрейді.
Жалпы бұл Түргеш қағанаты Ұлы Жібек жолының бойында орналасқан, яғни Суэб қаласы бұл Түргеш қағанатының астанасы болып табылады. Жалпы Түргеш қағанаты көрші елдермен осы Ұлы Жібек жолының арқасында экономикалық байланыстар нығайтты және де сауда жасап өздерінің жағдайын жасап отқан болатын. Қағанаттың жаңа негізін айтқан бұл сары және де қара түргештер болып табылады. Бұл сары қара түргештер бір-бірімен жаңағыдай бір келісімге келе алмай үнемі соғыстар арасында болды. Сол себептен де атыраудың негізгі сәті туған болатын. Ал енді жаңағы түргештер қағанатының тәуелсіздігін ұзақ уақыт бойы сақтап қалған бұл әрине айтып өткендей сұлу қаған. Сұлу қағанның жаңағыдай арабтар ерлігі үшін үлкен атақ берілген, яғни ол сүзеген Әбу Музахим деп атаған. Ол мемлекеттің ішкі бірлігін нығайтып, сыртқы жауларға қарсы табандылық көрсетті. Дипломатиялық жолмен Қытаймен де, Шығыс түрік қағанатымен де тиімді қатынастар орнатты. Бұл жасанды интеллектпен жасалған сурет, яғни бұл сүзеген, яғни сұлу қағанның қандай қаһарлы болғанынан сыр шертеді. Ал енді Араб-Қытай текетіресі. Жаңа айтып өткендей, арабтар мен Қытайдың не үшін түргештерге қызыққаны, яғни түргештер олар Ұлы Жібек жолы бойында орналасқан және де арабтар мен Қытайлармен шекаралас. Сол себептен де әр ел өзінің ықпалын нығайту үшін және де сауда байланысын өздерінің қарамағына өткізу үшін осы түргештерді екі жақтан қыспақ қалған болатын. Бірақ та олар өзіндік соққы бере отырып, біраз жыл өз тәуелсіздігін сақтап қалса да, ішкі тайпалар, яғни сары қара түргештердің өзіндік соғыстары кесірінен ыдырап кеткен болатын. Яғни бұл жаңағы түргеш қағанатының картасы. Мына шамада арабтар орналасқан болса, ал оң жағында Қытайлар. Яғни олар Суэб қаласы, яғни Талас негізгі қалаларын басып алуға тырысты. Сол себепті олар сауда байланысына қол жеткізіп түргештерді құлатқан болатын. Жорықтар негізінен Жетісу мен Мәуереннахр аймақтарын араб басқыншыларын азат етуге бағытталды. Қанаттың әскери қуаты Орта Азиядағы саяси тепе-теңдікті сақтап тұрды. Яғни бұл Жетісу мен Мәуереннахр, яғни түргештердің соғыстарынан сыр шертетін карта болып есептеледі. Ал енді Атлах шайқасы 751 жылы, яғни бұлардың түргештерге қатысы бар, бірақ та бұл түргештердің жерінде болғанмен де ол 751 дегеніміз түргештердің жағы күйреп жатқан уақытына тепе-тең келеді. Сол себепті де түргештер бұл Атлах шайқасына өзіндік үлкен септігін тигізді деп айта алмаймыз. Ал енді қағанаттың ыдырауы мен мұрасы. Жалпы тарихи маңызы түргештер Жетісудағы түркі мемлекеттігін сақтап қалды. Олардың кезегіндегі қала мәдениеті, егіншілік, халықаралық сауда, яғни Ұлы Жібек жолы жоғары деңгейде дамыған болатын. Ал енді кері байланыс ретінде мен сіздерге жағдаят сұрақ, яғни проблемалық сұрақ қоямын. Сол себепті де нақты әрі өз ойларыңызды жеткізуін сұраймын. Егер де сіз түргеш қағанатының ханы болсаңыз, яғни билеушісі, сіз түргеш қағанатын ыдыратпау үшін не істер едіңіз? Және де әлде түргеш қағанатының, яғни ханның істегені дұрыс па, әлде бұрыс па? Сол себепті өз ойыңызды комментке жазып кетіңіз. Ал төменде сілтемеде мен тестке сілтеме қалдырып кететін боламын. Қош сау болыңыздар.